Ассалаумағалейкум достар, Наурыз мерекесі құтты болсын. Видеоның атауын көргендей, Chevrolet Nexia 2-ші бөлім. Алдында айтқандай, қандай өзгерістер енгізілді бұл машинаға бірге тамашалайық. Ең бастысы бұл тонировка. Терезелердің барлығын тонировка жасадым. Және дөңгелегі бір қалпақ болған жоқ. 4 қалпақ салдым. Содан кейін ветровик, желге қарсы ветровиктер салынды. Алдыңғы фарасын қарайтын болсаңыздар, бронепленка бас фарасына және тұманға қарсы шамдарына. Мына жерге кілттерін тапсырыс берген, олар келді, ақ түсті реснички дейді. Оларды бірақ жабыстырған жоқпын, себебі бронепленка жабыстырғаннан кейін олар жақсы көрінбейді, мен ойымша. Содан кейін хром радиатор торларын заказ бердім, олар да келді. Алайда олар да ұнамады, өзінің штаттық қара түсті торларын қалдырдым, радиатор торларын. Келесі өзгерістер бізде салонда. Ең бірінші көзге түсетін бұл чехолдар, ең жақсы сапарлы чехолдар салынған. Және де поликтарын Ева коврик салдым. Сонымен қатар телефон ұстағыш. Арт жағын қарайтын болсақ, жаңағы чехолдармен Ева коврик бар, мусорға салатын стаканчик. Және алдында естеріңізде болса, артында колонкалары штаттық орында болмады. Оны көруге болады. Қазір штаттық орнына өзінің колонкалары салынды. Көп көрермендер сұрақ қойып жатыр. Машинаның алдыңғы жағында, жаңа артқы жағында орындар қанша деп. Менің бойым 1,80. Міне мен алдында отырмын рөлде. Ыңғайлы. Және өз артына орындықты қозғалтпай, жылжытпай отыратын болсам, арттағы орынды байқауға болады. Кішкене тарлау. Егер ұзын бойлы жігіттер болса, тар болады. Басқа орын бар, аяққа, өкінішке орай орын жоқ. Артта 2 адам ғана отыра алады. Енді келесі өзгерістер бізде капот маскада, соны көрейік. Капоттың астында алдында айтқандай 1,5 мотор. Оларда басқа комплектацияда болмайды. Тек қана 1,5 двигательмен. Коробка 2 түрлі. 6 сатылы автомат және 5 сатылы механика. Бұл мотордан жаңағы воздушный фильтр және масляный фильтрмен мотордың май ауысты. Және бүкіл Chevrolet Nexia'да астында қорғағыш защита болмайды. Болғанда тапсырыс берілді. Астында көретін болсаңыздар, темір защита салынды. Көліктің енді жаңағы айтып қалғандардың басқа өзгерістер енгізілген жоқ. Тек жазғы 4 дөңгелек тапсырыс бердім, олар келді, дайын тұр. Аспаптары бәрі жақсы жұмыс істеп тұр. Астын бәрін көтеріп тексердім. СТО-да.
Достар, бүгінгі автошолуымыз осындай болды. Тағы да ұлыстың ұлы күні наурыз мерекесі құтты болсын. Наурыз мерекесі сіздерге жаңа жаңалықтармен қуанта берсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, бала шағаларымыз аман болсын. Келесі кездескенше күн жақсы.